Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер осындай керемет брауни тортын дайындайтын боламыз. Қараңыздар, ортасы осындай ылғалды болып шығады. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен өзім сіздерге кеңес беремін. Бұл пирог тортымызды дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер. Міндетті түрде қант, 2 жұмыртқа, сары май, разрыхлитель, сұйық растительное масло, сүт және де ұн, какао, разрыхлитель. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксерлеп, жұмыртқамыз 2 есе үлкейіп, аппақ болғанша көпіртіп шайқаймыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, себебі жұмыртқамыз қатты миксерленіп кететін болса, ол өте қоп-қою болып, соңында тортымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Міне консистенциясын қарап алыңыздар, аппақ және сұп-сұйық осындай болу керек. Енді сары майымызды жұмыртқамызға қосамыз, сұйық майымызды қосамыз, және тағы да бәрін миксерлеп араластырып жібереміз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін сүтімізді қосып, тағы да араластырып жібереміз. Бұл жерде енді көп араластырудың қажеті жоқ, жай ғана қолмен де араластыруға болады. Енді бөлек ыдысымызға осылай ұн, какао және разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, осы ұндарымызды 3 бөлікке бөліп, жаңағы жұмыртқалы масымызға салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Қолмен де араластырсаңыздар болады, бірақ қолмен яғни ұзақтау болады, сондықтан да мен миксермен араластырдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша араластырсаңыздар болады. Енді формамызға саламыз. Форма менде осындай, астына пергамент қағазын төседім. Егер сіздерде пергамент қағазы жоқ болса, фольга төсеп қоюларыңызға болады. Егер фольгада болмаса, жай ғана форманың астын сұйық маймен майлап, осылай формаға құя берсеңіздер болады. Енді бұл тортымызды 170 градуста қызып тұрған духовкамызға 40-50-60 минутқа саламыз. Бұл жерде әркімнің духовкасына байланысты піседі. Менде 35 минутта пісті. Міндетті түрде 170 градусқа қойыңыздар, сонда ортасы жақсы болып піседі. Міне қараңыздар, бірге кесіп қарайық. Ортасы ылғалды болып шығады. Бұл брауни торты, сондықтан да ортасы ылғалды болып шығуға міндетті. Егер сіздерге бұл рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта тағы да осындай жақсы рецептілер шығады. Соларды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліңіздер.